бөлу үшін бұл жерде әрқайсымыз шекарадан алып 3 топқа бөлеміз. Әркім өзінің бағытына отырады. Темір, бізде бүгін тақырыпқа сәйкес темір тобы, магний тобы және мыс тобы деген 3 металл темірдің аты. Сенсіз ал. Бірінші сұрақ, заттар нешеге бөлінеді? Кім айтады? Жасул 2-ге бөлінеді. Қандай? Жай заттар және күрделі заттар. Келсеміз бар, келесі керемет. Келесі сұрақ, жай заттарға нелер жатады? Жай заттарға амина, жай заттар металлдар және бейметаллдар болып бөлінеді. Келесі, отыра ғой жақсы. Күрделі заттар нешеге бөлінеді? Күрделі заттар жәнетке 4-ге бөлінеді. Атаймыз қандай? Тұздар, негіздер, тағы көмектесеміз. Оксидтер, тұздар. Мінекей, 4 классқа бөлінеді. Енді балалар бүгін назар аударамыз. Алдарыңызда кішкене суретті тапсырма тұр. Келесі мынау қымыздың ішінде қандай қышқыл бар екен? Қышқыл, сірке қышқылы, қымыздық қышқыл, лимон қышқылы. Келесі мынау құмырсқа. Не алып қойдық? Құмырсқа қышқылы болады екен. Мынау біздің өндірістік қышқылымыз тұз қышқылы. Мінекей демек балалар бүгінгі тақырыбымыз сонда нені көрсетіп жатыр мен? Металлдар мен ненің арасындағы қышқылдардың арасында жазамыз балалар. Тақырып жазар олай болатыныздар. Қышқылдың әсерінен денеміз тізгенеді. Құмырсқаны жаңа құмырсқа қышқылы бар дедім. Оның құмырсқа шалып кетсе отыра береміз ба? Жоқ. Ол да бұл жерімізде дызылдай ма? Сонда біздің ағзамызда не кетіп жатыр? Қышқыл кетіп жатыр. Сірке суы дәмдеуші ретінде қолданылады асханада. Сіміріп саламыз ба? Жоқ. Оның да ішінде фанта кола. Бірден шықпаймыз ба сіміріп? Жоқ. Ол не? Газы бар. Қандай көмір қышқылы екен ол ішіп жатқан. Фантамыз, коламыздың ішінде көмір қышқылының судағы несі? Ерітіндісі. Мінекей біз қышқыл әсер еткен кезде ішетіндісі қышқылмен денеміз сәл не бар екен? Тітіркенеді деген. Сондықтан да қышқыл деген атау осы қышқыл дәміне байланысты қойылған атау екен. Енді балалар қандай қышқылдарды білеміз? Мінекей, бірінші жаңа сірке қышқылы деп жатырмыз. Сірке қышқылының формуласын жазыпты. SH2SO3. Сірке қышқылы білеміз ба? Жазып отырамыз. Сірке қышқылы немесе уксусная кислота. Келесі H-хлор, тұз қышқылы. Келесі H2SO4 қышқыл көпмен үшеуін қайта жазамын. Күкірт қышқылы. Қышқылдар бар. Қазір сабақ уақытында қажет болып қалуы мүмкін. Сондықтан мен тақтаға жазып қойып салайын. Қай қышқыл дедім? Тұз қышқылы. Мынау қай қышқыл? Фосфор қышқылы. Мынау қай қышқыл? Фанта коламыз. Көмір қышқылы. Келесі мына қышқылдың аты қандай қышқыл? Қай едім? Кремний қышқылы. Мінекей осы қышқылдармен таныса отырып, біз жаңа сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді балалар, сіздерге мынандай сұрақ. Қышқылдардың барлығы металлдармен әрекеттесе ма деген сұрақ бар. Барлығы бірдей әрекеттесе ма? Ол үшін балалар, біз сіздерге эксперимент көрсетеміз. Қышқылдардың қалай әрекеттесуін байқайық. Мен жасаған тәжірибеге жақсылап қараймыз. Мінекей менің алдымда тұз қышқылы, H-хлор формуласын жазып қойғанмын. Келесі қышқылымыз қай қышқыл? Күкірт қышқылы. Бұл енді ерітіндісін біз өзіміз білдірмес үшін әрден көп қойдық. Арнайы құты осымен пайдаланамыз. Келесі, мынаны не деп атайды? Сынауы немесе проверка деп атайды. Мінеке шыныдан жасалған проверка. Держать екен. Менің алдымда осы проверкаға бірдеңе саламын. Темір тұр, мінекей темірдің ұнтағы. Екінші мырыш деген металлдың ұнтағы тұр. Енді алюминий тұр екен, біреу екеуі көрсеткен.
және мынау не? Мыстан жасалған, мыстан жасалады, демек құрамында мыс бар. Мен мына алайын, жайлап үстіне құяйын. Тұзғыш қолмен жасап көрейік. Мінекей. Енді пипеткамыздан көрейік, мінекей. Қышқылмен жұмыс жасаған кезде өте сақ болуымыз керек. Мінекей, қидым. Бірінші мырышты салайық. Металл мырышты салайық. Неке мырыштың түйірін салдық. Ал, жайлап көреміз. Көрініп жатыр ма? Не болған әлде? Неде, проверкада. Ауа көпіршіктері білініп жатыр ма? Баяу күшейіп жатыр, я? Демек, не бөлініп жатыр? Газдар бөлініп жатыр. Газ бөлініп жатыр екен мінекей. Көрдіңіздер ма? Бөлініп жатыр ма? Реакция жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр. Баяу болса да газ бөлініп жатыр. Қандай газ болуы мүмкін? Көрдің ба, Нұрбақыт? Демек, мырыш қышқылмен не қылады? Әрекеттесе ме? Әрекеттесе деген. Келесі екінші. Темір. Мінекей, тағы да қышқыл қиып жатырмын. Болады осы қышқыл. Темір. Темірдің ұнтағы. Шеге салсам да болады, енді мына темірді салай деп жатыр. Бұнғалай болады екен. Жүріп жатыр ма? Жайлап. Жай басталады балалар. Өйткені бұл да реакцияға қатысады, бірақ жай жүріп жатыр. Жай жүріп жатыр. Өте баяу жүріп жатыр реакция. Мінекей тағы да көреміз. Қазір уақыт қалса өздеріңізге жатырған. Үшінші металлымыз бұл алюминиймен көреміз ба? Алюминийді көре салайық. Мыспен көрейік. Мінекей мысымды салып. Өзгеріс бар ма? Өзгеріс жоқ. Демек, мыспен не қылмайды? Жаңа мырыштағыдай газ бөлініп жатыр ма? Жоқ. Мырыштағыдай газ бөліне ма? Бөлінбейді екен. Алюминийді орташа деңгейдегі. Ал енді балалар неге деген сұрақ туып жатыр? Тағы біреуін көрсетейін. Бар ма реакция? Бар, я? Жүріп жатыр. Қазір жайлап күшейеді. Өйткені металдардың сыртында оксид қабы болады. Содан тазарам дегенше жай басталады. Оксид қап тазарғаннан кейін металмен тікелей реакция жүреді. Металдарды бір түзу сызықтың бойына орналастырып, олардың белсенділігін көрсеткен. Қараймыз, бірінші мінекей 3 топқа бөліп қойыпты. Бірінші қызылда тұр, розовыйда, одан кейін күлгінде, үшінші жасылда тұр. Неге бөлді? Себебі қараңыздар, бірінші литий, рубидий, калий, барий, стронций, барий, натрий. Бұлар қандай металдар? Белсенді металдар. Бұлардың реакцияға түсу қабілеті өте күшті. Бұларды біз сіздерге көрсетейік десек, әкел, мына металдар. Табиғатта бос күйінде кездеседі бұл металдар. Сондықтан да біз бұларды сіздерге көрсете алмаймыз. Олар бір салған бойдан суға бөлінген газымыз проверканың аузына дейін көтеріп тұрады. Сондай белсенділігі күшті болғандықтан. Бұлардың металдар мен қышқылдың арасындағы реакциясы қарқынды жүреді деп айтамыз. Түсінікті ма? Екінші деңгейдегі металдар, орташа металл, магнийден бастап қорғасынға дейін. Бұлар балдар қарқындылығы орташа деңгейдегі металдар. Олар жаңа темір, мінекей, мырыш, жаңа жайда көрсеттім, жай басталып жатыр. Бұлардың реакциясы орташа деңгейде жүретін жаңағы. Ал енді мұнда неге сутек қойып қойған?
активтік қатарында. Бұл жерде балдар осы металдар барлығы қышқылмен әрекеттескен кезде сутегі не болып шығарады? Бөліп шығарады. Жаңа сонда бөлініп жатқан газымыз қайда деген? Сутегі газы. Түсінікті ма? Ал енді мінекей мына сутектен кейін бізге жаңа таныс металымыз не тұр? Мыс тұр. Демек бұлар не болмайды? Қышқылмен әрекеттеспейді. Сонда қай металға? Тұрма, висмут, мыс, сынап, күміс, платина, алтын қышқылдармен әрекеттеседі. Келесі екінші металымыз темір. Қосылған H хлор тұз қышқылы түзіледі. Феррум хлор 2 қосылу сутек газы. Мінекей мен газын белгілерін қойып отырмын. Мына стрелка жоғарғы стрелка не ол? Газдың белгілері. Алдына тағы да 2 қойып қоямын. Келесі үшінші металымыз ол мыс. Қышқылмен әрекеттесе ма? Әрекеттеспейді. Мінекей әрекеттеспейтін жазып қойды. Тақтада да бар. Көріңіздер тақтада да. Жазып аламыз. Енді топтық тапсырма береміз қазір алдарыңызға. Топтық тапсырма екеу ара біреуден тастаймыз. Орнынан маған жаза бер маркермен. Бірінші жазып, әрі қарай жалғастырам. Қолымнан мен. Мыс тобы бойынша бірінші реакциясын. Екінші топтан, үшінші топтан, үш шығады, үш топтан, үш адам. Бір реакция. Нұрбақын бірінші реакция, бірінші шықшы кел, бірінші кенге дау. Бағалай береміз. Алла жаңа тапсырмасы бойынша сіздердің бағаларыңыз мына жерге жазылады қазір. Бүгін барлық жауап берді, бізге жақсы. Өте жақсы, барлық жауап берді. Одан кейін екінші Айғын жауап берді, өте жақсы. Одан кейін бізге жауап берді, Нұрлыхан жауап берді, Расул жауап берді. Жанерке. Түзіледі, ежі, натрий, хлор, қосылу, H2. Қандай реакция? Типі? Орын басу реакциясы. Жазып қой, мынаның аты натрий несі? Хлориді. Жазамын, натрий хлориді. Астына жаз, натрий хлориді. Орын басу реакциясы. Тұздың аты не? Рызы. Тұздың аты не? Кальций? Кальций хлориді. Біреуін жазсам болды. Қалған екінші оқушы жазады. Дарбаламыз тақтадағы тапсырмалардың барлығы. Натрий ортақ фосфаты. Тапсырма. Келесі тапсырма. Тақот бойынша тапсырмаламыз. Үйге тапсырма жазылар бірінші. Параграф 12-ші. Қышқыл ерітінділермен әрекеттесуі. Бәрі осындарына қарап отырамыз. Химиялық реакция типін анықтаймыз. Оқпа, аяқтаймыз. Аяқтайық. Үшінші орын. Еркежан екінші орын. Бірінші орын кім? Жоқ, мынау кім номер? Зина бірінші орын. Еркежан екінші. Жақсы, рахмет.
Көпшілік жақсы қатысқан оқушыларымызға рахмет айтамыз. Мына балаларымыз өзімізді көріп отырсыздар. Жаңа басында ескертіп кету керек баға бойынша. Үй тапсырма бойынша, топтық тапсырмалар, жеке жұмыстар, тақта бойынша мына жерге мен балаларымызды қойып жатырмыз. Осы жерден барып қоямыз. Енді кері байланыстарыңызды жазып, жайлап бұлардың келіп қойып кетсеңіздер болады. Үй тапсырмасы болса, жұмыс талабымызды айтып